15-ші лекция тақырыбы инклюзивті білім беру жағдайында бағалау жүйесін жетілдіру. Бағалау жүйесі туралы келесі жоспарларды қарастыратын боламыз. Бағалау жүйесінің негізгі мақсаттары, инклюзивті білім берудегі бағалау түрлері, бағалау жүйесін жетілдіру жолдары, қазіргі бағалау жүйесінің ерекшеліктері. Бағалау жүйесі білім беру процесінде оқушылардың оқу жетістіктерін, білімін, дағдыларын және қабілеттерін анықтау, тексеру және талдау үшін қолданылатын әдістер мен құралдар жиынтығы. Бұл жүйе білім сапасын басқарудың маңызды құралы болып табылады және оқу процесінің тиімділігін қамтамасыз етуге бағытталған. Бағалау жүйесінің негізгі элементтері: бағалау құралдары, тесттер, бақылау жұмыстары, жобалар, эсселер, ауызша жауаптар. Бағалау критерийлері: әр тапсырма үшін нақты түсінікті талаптар, мысалы грамматика, мазмұн, шығармашылық, дұрыс жауабы. Бағалау шкаласы: сандық, балл немесе пайыздық жүйе, сапалық пікірлер және кері байланыс болып табылады. Бағалау жүйесінің негізгі мақсаттары: білім сапасын анықтау, оқушылардың оқу бағдарламасын қаншалықты меңгергенін тексеру, кері байланыс беру, көру байланыс, кері байланыс беру, оқушыға өз деңгейін түсінуге мүмкіндік беру, мұғалімге оқыту әдістерін жақсарту үшін мәлімет беру, оқу процесін қадағалау, сабақ барысында оқушының жетістіктері мен қиындықтарын анықтау, мотивацияны арттыру, бағалау арқылы оқушылар жетістікке ұмтылуға ынталандыру, кері байланыс беру, оқушыға өз деңгейін түсінуге мүмкіндік беру, мұғалімге оқыту әдістерін жақсарту үшін мәлімет беру, оқушыларды бағыттау, қабілеті мен қызығушылығына қарай дамуына көмектесу, болашақ мамандық таңдауға ықпал ету. Инклюзивті білім берудегі бағалау түрлері. Бағалау түрлері оқушылардың білімін, дағдыларын және оқу нәтижелерін әртүрлі әдістер арқылы анықтауға бағытталған. Әр түрдің өзіндік мақсаты, тәсілі және қолдану саласы бар. Мақсаты: белгілі бір оқу кезеңінің соңында 90 жыл модуль оқушылардың жалпы жетістігін анықтау. Ерекшеліктері: нақты баға қойылады, қорытынды шешім қабылдау үшін қолданылады, оқушылардың оқу мақсатына жетпеген көрсетеді. Мысалдары: бақылау жұмыстары, емтихандар мен тесттер, курстық немесе жобалық жұмыстар болып табылады. Формативті бағалау, суммативті бағалау, дифференциалды бағалау, өзін-өзі бағалау және өзара бағалау мысал бола алады. Бағалау жүйесін жетілдіру жолдары. Қазіргі білім беру жүйесінде бағалау маңызды рөл атқарады, бірақ оны тиімді әрі әділ қолдану үшін жетілдіру қажет. Бағалау жүйесін жақсарту оқушылардың білім сапасын арттырып, олардың жеке қажеттіліктерін ескеруге мүмкіндік береді. Индивидуалды тәсілдер: әр оқушының қабілеті мен мүмкіндіктерін ескеріп, жеке тәсілдерді қолдану. Қалай жүзеге асыруға болады? Ерекше қажеттіліктер бар оқушылар үшін арнайы критерийлер мен тапсырмалар жасау. Оқушылардың оқу деңгейіне сәйкес қиындық деңгейі әртүрлі тапсырмалар беру. Нәтижесінде әр оқушының оқу жетістіктері әділ бағалануын қамтамасыз етеді. Бағалау жүйесін жетілдіру жолдары: сандық және сапалық бағалау үйлестіру, мұғалімдердің біліктілігін арттыру, цифрлық технологияларды енгізу, өзін-өзі өзара бағалауды дамыту. Қазіргі бағалау жүйесінің ерекшеліктері. Қазіргі бағалау жүйесі білім беру саласында оқушылардың білімін, дағдыларын және оқу жетістіктерін анықтау үшін қолданылатын заманауи әдістер мен құралдар жиынтығы. Бұл жүйе дәстүрлі тәсілдермен қатар жаңа инновациялық технологиялар мен әдістемелерді қамтиды. Сандық және сапалық бағалау үйлесімі. Дәстүрлі түрде қолданылатын бағалау шкаласы. Формативтік бағалау: оқушының оқу барысындағы прогресін бақылауға арналған жиі қолданылатын әдістер. Суммативті бағалау: оқу кезеңінің соңында, яғни 90-да бағаланады. Бақылау әдісіне қойылатын негізгі талаптар. Бақылаудың нақты мақсаты болуы керек. Мақсаттың нақтылығы мен анықтылығы нәтижелерді тіркеуді және шынайы қорытынды жасауды жеңілдетеді. Психологиялық педагогикалық құбылыстарды табиғи жағдайда бақылау қажет болып табылады және тағы басқалар. Бақылау процесінің маңызды бөлігі болып, балалар кезігетін қиындықтар ерте кезінде анықтау табылады. Егер балалардың қиындықтары күрделі мінезді болса, онда педагог арнайы дағдылар мен мамандар мен мектеп қабырғасында байланысып жұмыс атқара алады.
Сонымен бірге түрлі типті арнайы ұйымдарда реабилитациялық орталықтар, психологиялық педагогикалық түзету кабинеттері, арнайы мектепке дейінгі және мектеп ұйымдары жұмыс істейтін пәнаралық топтар мамандармен бірігіп жұмыс жүзеге асыра алады. Инклюзивті білім беру нәтижелі жүйесінің шеңберінде барлық оқушылардың оқу бағдарламасын меңгеру жетістіктерін бағалау үнемі жүргізіледі. Баға сыныптағы түрлі жұмыстар мен жағдайларды көрініс табу барысында талдау мен қорытындылау тұратын үздіксіз процесс болып табылады. Бақылаудың түрлері мен әдістері: жүйеленген бақылау, кездейсоқтық бақылау. Қорытындылайтын болсақ, қазіргі білім беру жүйесінде бағалау оқушылардың білім деңгейін анықтаудың ғана емес, олардың жеке дамуы мен әлеуетін ашудың маңызды құралы болып табылады. Бағалау жүйесін жетілдіру арқылы оқыту процесінің сапасын арттыруға, әділдік пен объективтілікті қамтамасыз етуге, сондай-ақ оқушылардың оқу мотивациясын күшейтуге болады. Осындай қадамдар білім сапасын арттыруға, оқушылардың оқу жетістіктерін әділ бағалауға және оларды шығармашылыққа, сыни ойлауға ынталандыруға мүмкіндік береді. Бағалау жүйесін жетілдіру тек оқыту процесінің тиімділігін арттыру ғана емес, сонымен қатар болашақ ұрпақтың сапалы білім алуына жасалған маңызды қадам болып табылады. Назарларыңызға рахмет.